Қазір строго тек жейтін затының бәрін строго тек түсімде көретін болдым. Ондай жағдай бола ма сіздерде? Енді жігерек әйелдерде да. Осы вафлицаны армандап жүргеніме түсімде көріп жүргеніме өзі 3-4 күн болды уже. Түсірем, пісірем деймін да, ерінем. Қойш деп бүгін атып тұрып, қойш деп ұйқымнан тұра сала, бүгін ертесімен сағат 7-де тұрып, осылай шай ішпес бұрын енді бірінші осы вафлицамды пісіріп алайын деп жөн көрдім. Кішкентай ғана тек өзіме шайға ғана пісіргенге, оны бәрі үйде ешкім жемейтіндікіне өзім кішкентай ғана азғантай ғана істеуді жөн көрдім. Кішкентай майымды ертіп, оның үстіне жұмыртқасын салып, қантын примерно көз мөлшермен салдым. Осы 4 затқа қосатын. Сіздер де қалай қосасыздар? Жұмыртқасын, шекерін, майын үстіне ұнын салдым. Сөйтіп өзінің нанның икемі келгенше ұндарды салып бағалып білмеймін, короче, сөйтіп еренгенше әйтеуір ұнын салып отырдым. Үстіне қанша мөлшерде екенін білмеймін енді. Сөйтіп пісіріп жүріп ұмытып кетіп, пісіруімді ұмытып кетіп ғой деп последний қалған кезде есіме түскен ғой. Сонымен последний қалғанын әйтеуір оған да шүкір, оны да түсіріп үлгердім әйтеуір. Сонша түсімде армандағандай шай мен вафлицаны ішіп жеп алдым. Ас болсын.